Ассаламу алейкум, құрметті Корея көмек оқырмандары, сіздермен бірге Самат Ахмет. Бүкіл мұсылман халқын қабырғасын қайыстырып отырған Түркия елінде болып жатқан оқиғаны естімеген ел, естімеген халық жоқ шығар. Біз оңтүстік Корея еліндегі қазақстандықтар Түркия еліндегі мұсылмандарға осы апаттан қайтыс болған марқұмдардың отбасыларына және Түркия еліндегі қазақстандықтарға қайғыра көңіл айтамыз. Бүкіл мұсылман халқына әрқашанда қолдау көрсететін, халқы үшін, ұлты үшін, мұсылман үшін көзінен жас шығып, жүрегі қан жылайтын, иманы мықты, иманы күшті Реджеп Ердоғандай мемлекет басшысы жалғыз шығар. Мінекей, құрметті халық, өздеріңіз көріп, куәсі болып тұрсыздар. Бүкіл әлем түрк еліне, мұсылман халқына көмектесіп жатыр. Көмектесіп жатқан елдердің арасында Қазақстан да, Корея да бар. Құрметті мұсылмандар, біз әрқашанда мұсылман халқының басына ауыр күн туған кезде ақшалай, не болмасам жүрегімізбен, не болмасам тілімізбен, не болмасам қолымызбен қолдау көрсетіп келген халықпыз. Бүгін сіздерден ешқандай қайырымдылық сұрамаймыз. Бар болғаны осындай ауыр күннің астында қалған мұсылман бауырларымызға, олардың отбасыларына Алладан амандығын тілеп, барлығымыз дұға жасап қояйықшы. Бұндай ауыр күнді Алла ешкімнің, ешқандай мемлекеттің басына салмасын деп тілейміз. Түркия, мұсылмандар, сенімен бірге. اللهم اجعل تركيا آمنة مطمئنة وجميع بلاد المسلمين. اللهم اجعل تركيا آمنة مطمئنة وجميع بلاد المسلمين. اللهم احفظ رئيس هذه البلاد رجب طيب أردوغان